Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді халық даналығы. Қандайда бір жұқпалы аурулардың алдын алу үшін адам ағзасына вакцина немесе басқа да антигендік қасиеті бар заттарды енгізу әдісі қолданылады. Осы ретте елімізде 1 ақпаннан бастап коронавирусқа қарсы вакцина салу басталғаны белгілі. Мамандардың айтуынша, бірінші екпеден кейін 2 апта ішінде вирустан жартылай қорғаныс қалыптаса бастайды, ал 21 күннен кейін толық антидене қалыптасу үшін екінші дозаны қабылдау қажет. Бүгін 22 ақпан күні біз коронавирусқа қарсы екпенің екінші сәтісіне өттік. Перинаталдық орталықтан бары 75 адам бізде өтті. Екпе алғандардың жағдайлары өте жақсы, ешқандай қарсы әсер болған жоқ. Санитариялық бас дәрігердің қаулысы бойынша бірінші кезекте медициналық қызметкерлер ем беретін екпені ерікті түрде салдырса, келесі кезекте мұғалімдер, құқық қорғау органдары мен қосымша ауруы бар науқастар салдырады. Бірінші кезеңде Семей қаласына 650 доза бөлінсе, келесі кезеңде Шығыс Қазақстан облысы бойынша 150 мың доза келеді деп күтілуде. Екпе салдырған адамдардың айту бойынша ешқандай ауырсыну мен кері әсер байқалмайды. Жағдайымыз жақсы. Организм бойынша, ағза бойынша субъективті ешқандай өзгерістер сезіп тұрған жоқпын. Сондықтан халқымызға айтатыным, қорқудың керегі жоқ. Бұл коронавирусты алдын алудың жалғыз жолы. Сондықтан алдын қорықпаңыздар. Жалпы жыл соңына дейін 6 миллион адамға вакцина салу жоспарланған. Оның 2 миллионы жылдың бірінші жартысында қамтылады. Ақпанда 100 мың, наурызда 150 мың және сәуірде 600 мың адамға екпе егіледі деп жоспарлануда.